Біз оқушыларға, студенттерге арналған таңертең соңғысына салып кетедіғын астың түрін көрсетеміз. Көп балалар, оқушылар болсын, студенттер болсын, жаңағы столовойдың тамағын сатып жейді. Кейбір балдар жегісі келмейді столовойдың тамағын. Кейбір балдарға ақша жетпей жатады күнделікті. Сол үшін ата-ана не істеу керек? Ата-ана мынандай бір жаяны, жылқының жаясын сатып алып, жақсылап тұзын, қоспасын бар нормада, бұл кішкене нормада тұздап кептіріп қойып, бір-екі күн тұз сіңдіріп қойып, одан кейін қолдана беруіне болады. Сөйтіп күнделікті осыны сосын суға қайнату керек. Суға қайнатып пісіріп дайындап қою керек. Күнделікті жайылтыламай кесіп, мынандай қылып, жаңағы колбаса кескенде қылып кесіп, балаға сол қоспа нанның ішіне салып, мына алмадан, мандариннен, кивадан, осы өте бір тиімді фруктылар, макроэлементтер, микроэлементтер, витаминдер барлығы мына помидордан бір кусок салып кесіп, мына жерде жаңағы квашеный капустадан кішкене қосып, нанға, мына өзіміздің қолдан жасалған нанға немесе магазиндегі нанға жасап, даярлап, бутерброд жасап беру керек. Беріп отырса күнделікті, ол бала күні бойы тоқ жүреді. Одан тысқары, мынандай жаңағы термосқа жаңағы шөптерден, баланың организміне қарай шөптерден шай дайындап беріп жіберсе, немесе шай ішпейтін бала болса, жаңағы белгілі бір мөлшерде соктарды дайындап беріп жіберсе, магазин сок емес, ол үйде дайындалған, мысалға апельсиннің, мандариннің, мынау алманың, жүзімнің соктары болады, үйде дайындалады. Осындай соктарды дайындап, осындай несіне термосына құйып жіберсе, болды, бала кешке дейін тоқ жүреді. Баланың сабаққа қабілеті де арта бастайды. Бұл жерде, мына жерде С витамині бар, көп квашеный капустада толыққанды С витамині өте басым болады. Бұны да балдарға күнделікті қолданып отыру керек. Тек фруктыларды ғана жей беретін балдар болады. Кей уақытта кейбір балдар, мен бұл жерде қазір укроп, басқа нәрселерді қоспаймын. Жаңағы кейбір балдар бізде Қазақстанда дейіп айтайын, мен өзім таныс білістерімнің балдарының көпшілігінде жаңағы овощтарды жегісі келмейтін, зеленый шөптерді, көк шөптерді. Біздің үйдің балдары да солай, көк шөп жегісі келмейді. Сондықтан мен бұл жерде көк шөпті қолданған жоқпын. Ал көк шөпті қолданып та жеңіл формада екінші түрде бутербродты да қосымша қасына дайындап қоссаңыз, қойып берсеңіз, онда балаға жейтін бала жейді, жемейтін бала жемеуі мүмкін, бірақ оны да қолданып көруге болады, қолдансаңыздар болады. Мінекей, мен бүгін қысқаша оқушы балдар үшін ең тиімді бір әдіс тәсілді көрсетіп отырмын. Мына біз енді бүгін қазір жаяны қолданамыз. Мен қазір енді жаяны дайындап, тұздайға дайындаймын. Мынандай қылып, бутерброд сияқты қылып балаға беретін болғандықтан, осындай қылып колбаса сияқты, кесетін сияқты қылып, бутерброд сияқты осылай қылып кесу керек балаға беруді жаяны. Ал енді үйде күнделікті үйдің тағамдарына тамақ асып жеу үшін қолданатын жаяны осылай емес, әртүрлі басқа әдіс тәсілменен кесіп тұздауға болады. Ал біз оқушы балдар үшін бұл жерде дайындап отырғандықтан, оқушы балдарға дайындалатын, студент балдарға дайындалатын тағам ретінде жұмысшы, әркім өзіне де осылай жұмыс істейтін адамдар үйде дайындап алып кетуіне болады.
осылай қылып жаңағы кесеміз. Енді бұл жерде біз мына жерде біз тұзды тұздың мөлшеріне көңіл бөлуіміз керек. Тұздың мөлшеріне көңіл бөлуіміз керек. Бір асқа шай қасық, бір ас шай қасық, 2 шай қасық тұз болсын. Менің тұзым морской тұз. Мына теңіздің тұз мінекей. Тағы да бұған мен 2 қасық шай, 2 шай қасық мінекей нені қостым. Қара бұрышты қостым. Ал енді қазіргі қысқы сезон болғандықтан мынандай ащы және татты бұрыштың бір толық емес 1 шай қасық қосып араластырамын. Бұлдарға сезонға байланысты осылай араластырып, осыны енді біз себеміз. Бисмилла. Мінекей жұқалап сеуіп шығамыз. Жұқалап сеуіп шығып жатырмыз. Жылқының етін, жылқының жаясы бұл жерде. Жылқының жаясын қолданамын мен, және қосымша қазы қолданамын. Жылқының жаясын қолдану тиімді. Бутерброд балдарға бутерброд жасауымызда, өйткені бұл жерде жылқының еті балаға пайдасы тиді, құнарлы және өзінің баланың организміне сіңімді болады және тез аш болып қалмай көпке дейін организмге қуат беріп тұрады. Сол үшін жылқының жаясынан немесе қазыдан бутерброд жасау керек. Осылай. Бұл жерде қазы болғанда да мына қатқан түрдегі қазыдан жасаған тиімді, мына свежий. Енді қазір біз мына жерде бутербродты жасадық. Енді мұны ыдысқа салып қоямыз. Енді біз қазір бұны ыдысқа салып осы жасаған тұздығымыз сіңу үшін осылай үй температурасында қоямыз дағы. Кейіннен 3-4 күннен кейін бұны қолдана беруге болады. 3-4 күн, кем дегенде 3-4 күн тұру керек. Кеуіп, сіңіп, дәмі өте бір кереметтен болады. Осылай қылып дайындасаңыздар болады. Сондай-ақ екінші вариант, мінекей жылқының кептірілген мінекей қазыдан жасау. Кептіріп мен қатырып қойдым мінекей. Кептірілген қазыны, бұл қазыны суға салып, осылай тұтасымен суға салып қайнатып, бутерброд сияқты қылып кесіп дайындап беруге болады балаға, жаңағы овощтармен бірге, фруктілермен бірге. Ал жаңағы немесе қуырмалап, азанғы таңертең мынау оливковый маслыға кішкене бір қуырмалап жіберсең, кез жылқынекей қасына жұмыртқаны қосып жіберсең, бір жұмыртқаны өте керемет жаңа бутерброд жасауға болады осылай. Енді бұл жерде қазыны қолданған уақытта мен көбінесе қасына бір жұмыртқамен бірге көкшөпті сол кезде қосамын. Көкшөпті сол кезде балдар жейді. Анау жаңағы укроп, петрушка, сельдерейді қосамын, осындай қазыға ғана қосамын.
бутерброд жасаған кезде, ал мына жаядан жасалған бутербродты шөп қоспаймын. Бұндайда шөп қосуға да болады, мен өзім солай қолданып жүрмін. Бұл енді қазыдан жасалатын бутербродқа қасына бір жұмыртқа, жаңағы көк шөптерді қосып, помидор, огурциден да тілімдеп салып, басқа да мына мандарин, алмаларды бұл жерде ішіне қоспай, қасына сомкілгі бұла жай салып жіберуге болады. Өзі бала кейіннен жей береді. Өйткені қазының дәмі мынауындай кептіріліп, жақсы кептірілген қазының дәмі қазыдан кейін адам овощтарды, мына фруктілерді жегісі келеді. Ал мына жаяның етінен қолданған кезде, бутерброд бұл кезде көк шөпті онша құмарта бермейді. Жайлап ғана азын-аулақ мына қасына қосылған фруктілерді, жаңағы капусталарды қосып жіберсем құба болады. Осындай қылып біз бутерброд дайындап жүрміз. Қателеріңізге жасап жатса, мінекей нанды қолдансаңыз да болады. Мінекей нанды алып, кесіп тастап, екіге бөліп нанды әдемілеп қылып кесіп, осы оның ішіне бутерброд жасап салып жібереміз. Немесе уақыт болған уақытта, үйде нан дайындаған уақытта нанның ішіне саламыз. Мінекей балалар үшін, оқушылар үшін, мектеп жасындағы балалар үшін да, студенттер үшін да, үлкен адамдар үшін да бір тиімді тағам болып табылады. Тиімді жаңағы көшеден бутербродтарды, колбаскаларды сатып алып жемей, осындай өзіміздің организміміз қалайтұғын, өзіміздің ата-бабаларымыздан келе жатқан өмірімізді қолданып жүрген, үйімізде күнделікті жеп отырған тағамдардан бутерброд жасап берген өте тиімді, осыны қолданған өте тиімді деп есептеймін. Сол себептен сіздермен бөлісіп отырмын.